Қайырлы күн менің оқырмандарым. Мен бүгін сіздерге өзіме осындай принттегі шалбар және жилеткасымен тігіп көрсетіп жатырмын. Бұл принт өзіме қатты ұнайтын болғандықтан керекті өлшемде матаны сатып алдым. Шамамен 1,5 метр. Шалбардың ерекшелігі екі жан тігісі болмайды, тек ішкі балағының тігістері болады және белі оңай тез болу үшін резинка салатын қылып шештім. Үйде де ары-бер көшеге де киіп шыға беруге болады. Екі балақтың тігісін тігіп болғаннан кейін мен оны оверлокта жақсылап жүргізіп, сетінеме үшін тігіп шықтым. Және осы тігісті әдемілеп үтіктеп алдым. Әрбір тігісті осылай үтіктеп отырамын. Енді тек қалғаны осы ау тігістерін бір-біріне балақтың біріктіріп, тағы да машинкада айналдырып жүргізіп шығамын. Дәл осылай. Ендігі кезекте мен белдігін жасаймын. Ол үшін осындай жалпақтығы 3 сантиметрлік резинканы алдым және шалбардың беліне сәйкес етіп, осылай белдікті 8 сантиметр жалпақтықта қиып алдым. Мына ортаңғы тігісті машинкада жүргізіп тігіп шықтым. Енді белдіктің тігісін ашып, үтіктеп алып жатырмын. Және резинка өткізетін болғандықтан екіге бүктеп, қыр салып, түп-түзу етіп, бір-біріне беттестіріп, тағы да үтікпен жүргізіп шықтым.